Заманбек Нұрқадиловтың ажалы, Алтынбек Сәрсенбаевтың ажалы белгілі болар енді. Таза оппозиционер олар енді жаңағыдай. Оларды қалай қастандық өлтірілген. Ол белгілі нәрсе. Олар енді саяси тапсырыс болды онда. Бұл онда жоқ, бұл саяси тұлға емес, таза шығармашылық тұлға, атақ суретші. Бірақ ана мен бір ай болды соны Винчестермен оралып жүрмін. Енді мен де аянбаймын, бірақ енді шабуыл жасайтын болса, соңғы патроныма дейін атысы өлем деді, содан қолын өлем деді. Мен айттым, сонда да байлай дедім. Әкеңіздің ұлы көш картинасын президенттің Алматыдағы резиденциясына қойды, иә? Иә. Қаңтар оқиғасы кезінде ұлы көш картинасын Болат Назарбаевтың қызы Гүлмира Назарбаева өз үйіне алып кетті деген ақпарат қаншалықты рас? Сөйтіп кітапты сыйласам, ол кісі ашып отырып, ұлы көшті көреді. Мына жұмыс бізде ғой дейді. Сол кезде мен жүрегім жібереді ғой. Гүлмира Болат қызының үйінен алып Қастеев музейіне өткізгіңіз келмей ма? Аманат қой. Ол аманаттың жүгін сіз көтеріп жүрсіз ғой, досысыз ғой Бексейіт аға. Енді мен ондай дәрежеге мен білмеймін енді ол қалай болатын енді. 32 Дент. Бұл жай ғана стоматологиялық клиника емес. Сіздің әдемі күлкіңіз біздің басты міндетіміз. Біздің стоматологиялық клиниканың артықшылықтары. Біз клиникамызды әлемдегі соңғы стоматологиялық жабдықтармен жабдықтадық. Бұл бізге ең озық әдістерді қолдана отырып, жоғары дәлдіктегі диагностика мен емдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біздің команда өз біліктілігін үнемі шет елдерде жетілдіріп отырады. Біз клиникамызда стоматологиялық қызметтердің барлық түрін көрсетеміз. Атап айтсақ, лайнер, брекет, имплант, коронканы орнату, кариес емдеу және тағы басқа барлық процедуралар мен емдеу шараларымызға кепілдік береміз. Тісіңіздің денсаулығына қамқорлық жасауды кейінге қалдырмаңыз. Дәл қазір жазылыңыз және өз күлкіңізге жарқын болашақ сыйлаңыз. Армысыздар, уақыт көрсету бағдарламасының кезекті қонағы, есімі күллі қазаққа әйгілі суретші, елімізде тұңғыш рет Таеквондо Федерациясының негізін қалаған марқұм Бексейіт Түлкиев ағамыздың ұлы Ерсұңқар Бексейітұлы. Өзіңіз көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Рахмет, Нұреке. Біріншіден мына сізден сұхбат алсам бола ма деп ұсыныс жасаған кезде бетімді қақпағаныңызға рахмет едім. Нұреке, өзіңізге рахмет. Осылай әкем жайлы бағдарлама түсіріп, материал дайындап жатсыз. Өзіңізге және сіздің ұжымыңызға алғысымызды білдіреміз. Қысылмаңыз, Ерсұңқар бауырым, еркін отырыңыз. Түсінемін, осы күнге дейін енді бәлкім көсіліп, емен жарқын бір сұхбат бермеген шығарсыз, бірақ дегенмен де Бексейіт ағамыздың осындай ұлы барын халық білсін. Сондықтан көп нәрсені сіздің өзіңіздің қолыңызда. Жай күйіңіз қалай бүгінгі? Аллаға шүкір, бәрі жақсы, ойдағыдай. Анам бар, қарындасым бар, туған Ақмөр деген, және ініміз бар, Мұстафа деген. Бәрі жалпы. Мына сұраққа келейікші енді, төтесінен осы сұрақты мен қойсам кешірім өтінем. Мұстафа деген сіздің ініңіз, яғни Бексейіт ағамыздың ұлы ғой. Қазіргі таңда жасы ол бала 96 жыл. 96 жылы. Ол Бексейіт ағамыздың екінші әйелінен, дұрыс қой? Иә, солай. Екінші әйелінен. Бірақ жақсы қарым қатынастасыз. Иә, мен өзім інім бауырымдай тартып тұрам, жаңа араласып тұрамыз. Ол кісі ер жігіт болып қалды, жаңа бойдақ бака. Араласып тұрамыз, иә. Керемет. Інімдей жақсы көремін. Сіздің анаңыз
қабылдай ма былай үй шақырып нетіп? Әрине, Мұстафаны ешқандай қарсылығы жоқ. Мынандай жағдай болған басында даже енді қалай айтсақ, Мұстафаны өзімізге алайық тәрбиелейік дегенде анам айтқан. Өзі айтты? Иә, өзім анам сондай айтқан. Сондай жағдай. Қандай керемет. Егер мен қателеспесем, бәлкім қателесуім де мүмкін. Сіздің анаңыз алаш қайраткері Ораз Жандосов ағамыздың қызының қызы, дұрыс қой? Туған қарындасының қызы. Кешірім сұраймын. Мируана апамыз Ораз Жандосовтың туған қарындасы. Туған қарындасының қызы. Тектілік деген қандай, сонда бәрін түсініп отыр екен ғой. Мен ұйықтайын деп жатқан, бірақ естідім, түсінгенім әкем звондаған. Бексейіт қалайсың деп анам сөйлесті ғой. Және біраз сөйлесіп қалды анаммен. Сөйтіп әкем мені шақырды. Мен тұрып әкеммен сөйлесіп едім. Өзіме де түсініксіз болды, біраз көп сөйлесті. Қал жағдайым сұрап, мектепті, өз көңіл күйің бәрін. Сонда ойлаймын, бір кейіннен бір сезгендей болар. Сол түні трубканы қоям, соңғы сөйлескенім сол болды. Кейін енді әкем футбол бітіп, достарымен қоштасып, үй жаққа кеткен. Үй жаққа қойып, Таугүл 2 ол кезде Наваи фестиваліне. Сол жерде, мына жерде үй болатын, мына жақта жер үйлер, соның бір жерінде стоянка болатын. Сол жерге көлігін қойып, машинадан шығып, бір қолында магнитофон, бір қолында барсетка. Магнитофонды шеберханаға сурет салуға барғанда, музыка тыңдайтын. Сөйтіп шыққанда, ол кезде охрана отыратын, мынандай будкада. И будкадан былай свет түсетін, кіреберіс жерге. Бір орыс кісі, сөйтіп әкем шығып баратқанда, анаяқта бір, сіз айтқанда 5-6 топ жігіт тұрады. Бірақ кейін ағаларынан естіп следствие болды. 2 жігіт жақындапты, орыс охранниктің айтуы бойынша. 2 жігіт жақындап, ол кезде терезеден қарап тұрған болар, охранник. О, Бексейіт деп жақындап қапты. Сонда әкемді құшақтаған кезінде, екіншісі әкем жүрек жағына соғып жібереткен пышақты. Сондай болды негізі. Следствие айтқанда, ол жай пышақ емес, түрмеде қолданады ғой, внутренний кровоизлияние болып кететін адамда. Адамның қан ішіне кетеді деймін? Иә, ішіне кетеді, қазақша айтқан. Сөйтіп пышақ сұққан соң, білмеймін, кейіннен ана охранник өзі жоқ болып кетті. Басында біз 2-3 күн бізбен сөйлесіп, ағалармен сөйлесіп жүрді, кейіннен жоқ болып кетті, жұмыс істемеді ол жерде. Демек, оны да өлтіріп тастап отыр ма? Білмедім, оны мен айта алмаймын. Бірақ кейіннен ізсіз жоқ болып кетті ол кісі. Бірақ сол айтуым бойынша амандасқан соң таныстар деп ойлаған болар, барып өзінің төсегіне жатқан болар. Кейін әкемді сүйреп, сол жерде мынандай шұңқыр болады, машинаның астын жөндейтін 1,5 метр. Соның ішіне лақтырады екен әкемді. Сөйтіп кетіп қалады бұлар. Шұңқырда жатып, жүрегіне пышақ тықса, сол жерден шығады, өз күшімен. Шұңқырдан шығады? Өз күшімен шұңқырдан шығады. Ішінен қан кетіп жатыр, қандай оңай емес қой. Содан шығып, мына свет жаққа жермен жүріп, охранникқа дауыс береткен. Сөйтіп ана күзетші шығып, көреткен. Әкем жатыр, басына түсінбей қалады. Былай енді қан жоқ, көп құйылып қан. Сөйтіп охранник күзетші білетін, қай жерде тұратын. Сөйтіп жүгіріп барады үй жаққа. Үй жаққа барып, ол кезде үйде бір келіншек болатын, неден ауылдан келген студент қыз. Соған барып айтады екен, кейіннен екеуі жүгіріп келіп, әкемді көреді, әлі тірі болады екен. Біраз уақыт қиналыпты. Сөйтіп әкемен жақындаса, сөйлей алмай, аузынан көбік шығып жатыр екен. Кейіннен Наваи көшесіне жүгіріп шығады, машина тоқтатады. Ол кезде машина аз, ешкім тоқтамай, әйтеуір бір скорыйға телефон шалып, жедел жәрдем келеді, әкемді салады.
сөйтіп әкем жолда жаңағы больницаға жетпей қайтып кетеді екен. Егер ойлаймын енді өзім бүгінгі күн болса аман құтқаруға болар еді әкемді. Көп қиналып жатып қалды сол жерде. Не деген жауыздар деймін да, не деген қанішерлер ол жасап отқан? Адам деуге болмайды оларды. Мына шакалдар, сондай қастандық істеп. Демек, келген 5 жігіттің ішінде біреу екеуі Бекит ағамыз таныған. Бекит ағамыз да олар таныған. Неге десеңіз, әкем былай адамдар жақын өзіне жақындатпайтын, танымайтын адамдар. Сосын әкемде жаңа спорт, жасынан спортта жүр ғой. Ол кісі өзім куәгермін. Жаңа бір жағдайлар болғанда 2-3 адамды спокойно құлататын бір удармен. Сондықтан анаяқта 5-6 ауылдан жабылса, әкем жаңа отпор беретін негізі. Таныс біреу болмаса. Тем более бір жаңа местный бір шпана бірдеңе болса, жаңа магнитофоны бар, барсетка ақшасы бар, ештеңе тиіспеген. Бұл менің ойымша тек күндеп емес, айлап емес, бір жылдап дайындаған бір жоспарлап. Өйткені әкем бір өз жүрмейтін сосын. Именно сол күні бір өз болып қалғанда шабуыл жасады. Сондай болып тұр. Бұл демек заказное убийство дейсіз ғой? Заказное болып тұр, ол 100%, 100%. Тура 15 сәуір күні қайтыс болды. 14 сәуірден 15 сәуір қараған күні ғой, бірақ 15 сәуір болып қалған. Соның алдында бір апта бұрын ғана мен үйіне келіп кеткен едім. Кесем өзі жас келіншегі, өзі үйленгенде бір жыл болған. Соңғы келіншегі ғой, бірнеше айлық үйленді. Сол жас келіншегімен шай ішіп отырған екен, сосын бар мен былай жүзінен, реңінен өте қатты күйзелісті байқадым. Сосын бар оңға шалып шығып, рең басыңынша келіспей тұр. Бір қабағында бір не бар сияқты, ойын бар сияқты. Бір шаруаларың болма жүрме деп едім, айтты. Мені бір жауларым аңылып жүр деді. Мен қазір бір ай болды, автотұрақтан тек қана Винчестермен оралам деді. Мылтықпен? Мылтықпен. Оның өзі 10 жыл бұрын алған кәдімгі шолақ мылтық болады, американың Винчестер деген мылтығы, қысқа мылтық. Бірақ жаңа 7 рет ататын жаңағыдай, автомат сияқты мылтық. Сонымды мен плашымның жеңіне тығып, сонымен оралып жүрмін деді. Неге деп едім, осында бір қауіп қатер ескерту жасалды маған, соны сақтанып жүрмін деді. Ескерту жасалды деді? Жасалған ескерту. Сақтанып жүрмін деді. Соны кімдер деп едім, оны айтпай қойын деді. Ол мынау сондай үлкен қылмыстық әлемнің үлкен шортандары деді. Айтпай қойын, не қыласың басын артып деді. Бірақ анау мен бір ай болды, соны Винчестермен оралып жүрмін. Мен де аянбаймын, бірақ шабуыл жасайтын болса, соңғы патроныма дейін атысып өлем деді, содан қолымды өлем деді. Мен айттым, сонда да байлай деді. Жоқ, міне мен Винчестердің тұрған ешкім тиісе алмайды маған деді. Сөйтіп жаңа оқтаулы мылтықпен қайтып жүрді. Ана өзінің тұрағынан, соны шеберханасына барған сурет салғанда жаңа оқтаулы мылтығын қойып қояды. Сосын мен айттым, енді ары қарай бермейсің бе мынау неге? Құқық қорғау органдары ондаймында. Олардың қолынан түк келмейді ғой деді. Олар оны бәрібір біріншіден ұстамайды. Олар енді орысша айтты, не заинтересован деді. Екіншіден бұл мен өзім жеке басым шаруасы ғой деді. Мен сонда да абайлай дедім. Бірақ көрмейсің ба, аузына Құдай саған ба? Тура сол өлтіретін күні, сол күні мылтығын алмаған, Винчестерді алмаған. Алмаған. Тура сол. Бірақ бұна бір күн ғана алмаған, сол алмаған күні қастандық жасалып отыр ғой. Сол күні Серік Қонақбаевтың үйіне барып, екеуі түнгі сағат 3-ке дейін жаңа әлем біріншілігін көрген футболды. Соны Парижде өтіп жатқан, Германия менен жаңағы Голландияның екеуінің жаңа ақтық айқасы полуфиналдағы, жартылай финалдағы. Соны көріп қайтқан, сонда алмаған. Соны кейін барып біз өкіндік соны. Еш болмаса жастығын ала кетер еді, бір 5-6 өлтіріп кетер еді. Сол ғой, аржағында өлік табатын. Уже бір адамды өлтірсе болды ғой. Соның мысалы сүйерде мәйт табылса болды, солар табар еді ғой. Әрине, кім бар ары қарай. Соны ары қарай жаңа жіптің ұшы табылар еді ғой.
Сонымен бір адамды атып өлтіре алмады, бір арманда кетті. Біз де арманда қалдық. Артында қалған қыруар жүздеген шәкірттер арманда қалды. Қалай бір адамды өлтіріп кете алмады деп. Ішіміз сол арқылы қалған анау нені опығын ұстайтын едік, қалған шортандарды ұстайтын едік деп. Бұлар енді бір қатарда филдерлі ғой, әрине ол шортанның өзі емес қой. Бұл жерге жаңа 10 шақты адам келіп жабылған, олардың бәрі әшейін қатардағы боевиктер ғой, олардың иттер ғой, олардың жаңағы нелер ғой, жентеттер ғой, олар қандай орындаушылар. Содан мен біраз отырдық, содан бір шай іштік, сосын бар мен айттым енді, онда сен Астанаға көшіп кетпейсің бе дедім. Ақыл бердім. Сөйтіп едім, ойымда ол жүр деді. Әкеңіз бен Мұстафа Иманғали Тасмағамбетовтің жан досы болды, оны жақсы білеміз. Иманғали Нұрғалиұлы премьер-министр болып тұрған кезде президент әкімшілігін басқарды. Сол кезде сіздер мына іс ашылмай жатыр, әкеміздің ісі. Әлі күнге дейін қылмыскерлер ұсталмады деп бармадыңыз ба? Негізі, жан досы Иманғали Нұрғалиұлы. Ол кісі басынан да осы бір жақында да жүздескенбіз. Ол кісі бұл сұрақ өте сұрақ болып тұр, үлкен сұрақ болып тұр ол кісіге. Өзіне де жалпы? Әрине. Ол кісі қалай не болды деп бір сұрақ қалған менен. Қайтадан тергеу жүргізу керек деп өзіңіздің тарапыңыздан айтылмады мұндай нәрсе? Енді қалай айтсам, ол кісіге бұндай нені орысша айтқанда не хотел беспокоить. Өзіңіз? Өзім өйткені мына жақтан енді бір сұрақтар болған, көп заттар былай мына жағы түсіндікті болған сияқты болғаннан мен ойлағам кейін енді өзім бәрін жинап белгілі бір жағы болғанда сол кісіге барам деп. Демек әлі бару, кездесу ойда жоқ бұл туралы сөйлесу? Жоспарлап отырмын. Жоспарлап отырсыз? Барлық уақыттың еншісінде? Уақыт көрсетті. Енді мына сұраққа жауап беріңізші, өтініш Ераға. Қателеспесем, Иманғали Тасмағамбетов әкеңіздің ұлы көш картинасын президенттің Алматыдағы резиденциясына қойды, Қаңтар оқиғасы кезінде ұлы көш картинасын Болот Назарбаевтың қызы Гүлмира Назарбаева өз үйіне алып кетті деген ақпарат қаншалықты рас? Ол кісі жұмыс ұлы көш қаңтар оқиғасына дейін соқта ілініп тұрды. Ол кезде енді өзіңіз білесіз, өрт болды. Сол кезде естуім бойынша жұмысты өзіңіз айтқанда сол кісінің жақындары шығаруға үлгеріпті. Үлкен тұлғалар бар, тарихи жұмыс қой. Сол жұмысты шығарып, құтқарып қалған. Өрттен аман алып қалған? Бірақ мынандай жағдай болған, кісілер ішіне кіріп үлгеріпті. Және мынау өзіміздің бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының суретін мынандай пышақ резакпен кесіп қойыпты. Басын. Қалғаны енді аман қалды. Мына шет жақтар енді өрттің қаралары тиіп, бірақ жалпы сурет аман қалды. Құтқаруға үлгеріпті сол кісілер. Сіздер ұлы көш картинасын Алматыдағы барлық музейлерді аралап іздеген екенсіздер, Қаңтар оқиғасынан кейін сол күндері бауырларым істейтін әкімшілікте, маған звондады. Ерсұңқар, мына жерде мынандай жағдай болып, резиденцияға адамдар кіріп жатыр. Ішіндегі әкең жұмысы бар ғой деді. Сонда менің бірінші ойым, мен бүкіл достарыма звондай бастадым. Жігіттер жиналыңдар, қазір барып, жаңағы жұмысты құтқарамыз деп. Машинамен барамыз, жаңағы ұстаймыз дегендей. Сондай бірінші ой болып, звондай бастадым. Картинаны алып шығамыз деген ой болды. Алып шығу, не болмаса да жаңағы ұстап тұру, жаңағы жігіттерге айтып, жігіттер, тек картинаны тиіспеңдерші деп, бұл жаңағы тарих деп. Сондай бірінші ой болып, звондай бастадым жігіттерге. Енді арамызда енді мұсылман бауырлар бар, жаңа маған айтты, Ерсұңқар, сен жаңа бұл енді үлкен риск деп. Қазір барамыз жаңа, ол кезде енді тура сол күндері жаңа шығуға болмайды деген снайперлар атып жатыр жаңа. Бір Алланың қолына қойсашы деді маған.
тапсыр деді құдайға. Тапсыр деді, иә. Сонымен сондай шешімге келдік. Кейіннен енді бәрі жағдай болған соң іздесек таба алмадым, иә. Қастеев музейіне бардым. Ол жердің директор жаңа айкісімен кездессем, ол кісі бізге ол архивімізге жаңа сыймайды деді. Жаңа Перу президенттің несі бар. Жаңа тура жоғар жағында, Нұрлытауның төмен жағында. Сол жерге бардық. Ол жерде жоқ деді. Соңында енді бір алам құдіреті жаңағы кездесіп сол кісілермен бір жарыста кездесіп, мен әкемнің альбомын сыйлаймын ол кісіге. Гүлмира Назарбаеваға. Иә, ол кісі келіп қалды. Гүлмира Болотқызына. Иә, ол кісі келді, иә. Оны бір бауырымыздың, ол кісінің баласымен бауырым парласады, сол кісі шақырғанда бірге келген. Сөйтіп кітапты сыйласам, ол кісі ашып отырып, ұлы көшті көреді. Мынау жұмыс бізде ғой дейді. Сол кезде мен жүрегім жібереді ғой. Таба алмаған жұмысты қанша айлап, жылдап таппаған. Осы жылдың басында біз жарыс өткізгенбіз таеквондода. Сода қуанғаным соншалықты мен жаңа аман қалғанына. Ұлы көш картинасы бүткіл қазақ тарихын қамтыған жақсы білеміз. Енді осындай ғажап картинаны қашанғы Гүлмира Болотқызының үйінде тұру керек деп ойлайсыз? Ол кісімен бұл жайлы сөйлестік. Ол кісі айтты, мен бұл жұмысты ұстап отырғым келмейді. Мен білем бұл қандай жаңағы тарихи жұмыс. Бұл жұмысты бір үлкен музейға тапсырайық деді. Сол жағын қазір біз әнім арқылы ақылдасып сөйлесіп жатырмыз. Қай мұражайға біз оны тапсырамыз. Демек, Гүлмира Болотқызының үйінде қалмайды, оны жекемен жегемес дейсіз ғой? Иә, ол кісі де өзі айтып жатыр, оны түсініп жатыр. Құрметті Ерсұңқар бауырым, сіз енді таза Алматының городской азаматысыз ғой. Иә. Енді біз енді мынау ауылдың шаңына аунап өскен ауылдың балдарымыз енді. Бірақ ауылдың балдары болсақ та, осы қазағымыздың саны көп болсын деп, тырнақтай болса да үлесімізді қосайық деп, шапқылап атқан жайымыз бар. Бұл сіз енді ағылшынша сауатсыз қонан оқыңызшы. Бұл сөздің аттығы жоқ. Не деп жазылып тұр? Аламан дейді. Алама. Иә. Ар жағын түсініп тұрған шығарсыз. Логотип таныс. Логотип таныс. Таныс болған қандай керек. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой. Аллаға шүкір 3 ұлым бар деп. Сіздей азаматтан Абылайхан атамыз сияқты 30 ұл берсін. Иә. Атадан 6 туылса біреу шығар абадан дейді. Ертең сол көз моншақты қыздарыңыз, қос бұрымды қыздарыңыз, бағанағы қамшы ұстаған ұлдарыңыз ертең сіздердің сол аттарыңызды өшірмейді, солар қимылдайды. Сол үшін не керек бізге? Бізге ер азаматтарға әрине күш қуат керек. Бұл еркектің деген атақты пантагем атаген. Бұның құрамында спирт жоқ. Қателеспесем, сіз өзіңіз спирт тұтынбайды екенсіз. Үлкен қасықпен күнде бір қасық жейсіз. Ер аға, түсіндіңіз ғой? Күнде бір қасық. Жеңгем қай жердікі? Өзі мынау Көлсай Албанның қызы. Тамаша, керемет. Еркексің пантагем атаген, үйде тоңазғышта тұру керек. Үлкен қасықпен бір қасық жейсіз. Сосын тамашылық болса, жеңгем күліп жүреді, қабағы шытылмайды. Мынаны еркексің, бұл кішкентай қасықпен жарты қасық. Мынау балы, орысша меды. Бұл таза араның балынан және де біздің осы өзіміздің шөптер бар, алтын тамыры бар, қызыл тамыры бар, бияның тамыры бар, солардан жасалынады. Осыны тұтынасыз. Бұл Малайзияда өндірілетін өнім, бұл да еркексің. Бұның сіз ішінде мынандай құтылары бар, жартысын ғана ішесіз. Ерсұңқар бауырым. Мынаның жартысын ғана ішкен кезде мынаның ешқайсысын тұтынбайсыз. Бұның күші сізге 1 жетіге жетеді. 1 жетіге жетеді. 1 жеті кәдімгі мықты боласыз ғой енді. Ашаған түсініп тұрсыз ғой. Ешкімді признавать етпейсіз. Рахмет. Өнімдерім қалай, ерекше ме екен? Керемет. Мен енді өзім дизайнер болған соң дизайн жағын қарап отырмын. Керемет жасаған дизайны.
есімін байқадыңыз ба? Қазақша. Қазақша. Еркексің. Қазақша. Не деген иш шығып тұр? Еркексің, бір бағанағы бірдеңе сірдеңе деп тұрған жоқ, бір ағылшынша атау емес, басқа емес, көрдіңіз бе? Сол үшін өзімізден бастау керек. Керемет. Бірінші қазақша жазылады. Содан кейін ағылшынша, қазақша, сосын ағылшынша. Керемет. Көрдіңіз бе? Осы дұрыс, өзімізден бастау керек. Керемет. Бұл, құрметті Ерсұңқар бауырым, үйде бір шаң басып жататын дүние емес. Әрине. Тағы да телефоннан қайтып ішетінін түсіндіріп айтамын сізге. Мынаның жартысын ғана ішесіз. Мынаны тұтынған кезде мыналарды тұтынбайсыз. Бір жетте бір рет ішесіз. Бұның құрамында тангатали деген шөптің сығындысынан жасалынады. Мына ер азаматтың белі қуаты мықты қылады, тестостеронды мықты қылады, өзіңіз түсініп тұрсыз. Сосын бағанағы ол сөздің ұяттығы жоқ, рухтың сапасын да мықты қылатын өнімдердің бірі. Рахмет. Біздің көп журналистер бұндай нәрсені жарнамаламайды, себебі олар ұялады. Енем көріп отыр, қайнатам көріп отыр деп. Мен Ереке ондай азамат емеспін. Менде ұялу деген движение жоқ. Бізде қалай бар, солай айтамыз. Дұрыс қой. Дұрыс қой. Солай болу. Келісемін. Жігітше өмір сүру керек қой. Ал құрметті көрермендер, төмендегі нөмірге хабарлассаңыздар, сіздерге де сол бір-екі сағаттың ішінде Қазақстан бойынша жеткіземіз. Сондықтан аламанның өнімдерін пайдаланып, түнгі аламанның алды болыңыздар. Ерсұңқар бауырым, бүгінгі таңда сіз нақты не жұмыс жасап жатсыз? Мен енді өзім жаңа айтып кеттім ғой, әкемнің жанында жүретінмін. Әкем өзі қатты бала жақсы көретін, бізді жақсы көретін қарындасым екеумізді. Сондықтан енді мен ұл бала болған соң, тұңғышы әрдайым қасында жүретін. Мен алып кететін. Өнер жолы болсын, кейіннен таеквондо спорты болсын. Бір суретке, табиғатқа шықса, мен алып кетеді. Өзі этюдіне қойып, жаңа холстқа сурет салып, майлы бояумен. Мені қасына қойып қойды, кішкентай этюдникпен, картон қағаз жаңа беріп, мен өзімше әкемнің артынан қарап, жаңа сурет салдым. Сөйтіп, кішкентайымнан өнерге жүрегім ашылды. Енді сол мына жағынан анам да суретте. Анаңызда? Иә, анам Мәскеуге сол прикладное искусство дейді, сол мамандықпен жаңа Мәскеуді бітіріп шықты. Сондықтан кішкентайымыздан жаңа майлы бояу, қағаздың арасында өсті қарындасым. Өнерге жақын болдыңыз? Өнерге жақын болдым. Қарындасым да өнерге жақын. Екеуміз кейіннен Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына түстік. Ол кезде колледж дейді, 7-ші класстан. Сода оқыдып, кейін академиясын бітіріп, академияда әкем мен анам Мәскеуде оқып жүргенде, оқуын бітіріп, Алматыға келгенде, енді ашылған Темірбек Жүргенов академиясы. Ол кезде театр и кино университет болып аталатын. Сол жерде жаңадан мамандарды қойып іздеген. Сол кезде әкем бірінші осы алғаш рет Қазақстанда дизайн интерьері деген кафедрасын ашады. Мен сол өзім кейін академияға түскенде сол кафедраны өзім бітірдім. Қазір не істеп жатырсыз? Қазір өзімде өнер студиям бар. Жаңа 10 шақты баламыз. Бәріміз сол өнер жолында әр салада жұмыс істейміз. Дизайн болсын, графический дизайн, өзімізде кішілей продакшн бар. Сол салада өзіміз жұмыс істейміз. Ең бастысы күнімді біреуге қаратпасын дейсіз ғой. Өз күніңізді өзіңіз көріп жатырсыз. Бала шаға бағуға жетеді, тиын тебеміз. Алла шүкір. Қазіргі таңда 3 баланың әкесісіз. Иә, дұрыс айтасыз. Үлкенім Сұлтанали, кішісі Бекежан, соңғысы қызым Мируана, апамның атын қойдым, анамның Мируана деп. Ұлдарыңыз атасына ұқсайтын шығар, мінез берілген шығар. Негізі Бекежан деген ұлым кішкентайынан жаңа спортқа өте жақын. Таңғалғаным, енді басында кішкентай 3-4 жаста, ол кезде енді былай шілей үйретпеймін ғой. Өз-өзімен жаңа бірдеңені ұрады. Сосын басқа балдар оның жасында мультик қарайды ғой. Мен балам жаңағы UFC, боец деген каналдар қылып қояды, соны қарап отырады. Соны таңғалғаным. Құрметті Ерсұңқар бауырым, сізде біліп жүріңіз, елімізде мал табу деген компания бар. Ербол Әбдірайым деген осы Талдықорғандық ағамыз сол компанияны басқарады. Ол компанияның бір ерекшелігі, мен жүрген жерімде насихаттап жүрем. Себебі
ауыл шаруашылығы дамысын десек, біз бірінші ауыл шаруашылығына арналған техникалар шығарып алу керекпіз. Ол жерде шағын трактор бар, малтабар деген. Кез келген қора қопсығыңызға кіріп кетеді, тазартады. Картоп тегуге болады, жер жыртып баған жоңышқа егуге болады. Бағанағы 10 сотық жеріңіз болса, 20 сотық жеріңіз болса, егістік егуге болады, өзіңіз үшін бидайыңыз бар, басқаңыз бар. Жүгері егуге болады. Сондықтан малтабар деген ол жерде де шағын трактор бар, және де қомағайдың керемет бағанағы құрылғылары бар, жем-шөпті майдалап тұрып турайтын. Және де одан бөлек мына ауылдағы ағайынға таптырмас жаңағы сепаратор дейміз ғой. Сіз ауылда тарттыңыз ба ондайды? Мен негізі сүтті құясың, сепаратор. Қазір қолмен тартатын заман емес, қазір тоққа сұғып қойсаңыз болды. Одан бөлек бағанағы керемет дәйілін аппараттар бар. Биеңіз сауға болады, түйеңіз сауға болады, сиырыңызды сауасыз, міне қандай керемет. Вот сондай дүниелер Малтабу компаниясында. Құрметті көрермендер, төмендегі нөмірге хабарласып, Малтабудың компаниясына хабарласып, сіздер де керекті құрылғыларыңызды, керекті бағанағы малтабар тракторлеріңізді тапсырыс берулеріңізге болады. Тау-таумен кездеспейді, адам-адаммен кездеседі. Бексейіттің сондай өзінің бауырына баса білетіндігі. Түркияда бар бірінші танысқандығына. Кейіп келгесің, елге келгесің, оны елдегі жоғарыдағы Иманғали ағаларымыз бар. Барлықтарына жеткізіп, осындай бауырымыз бар. Таеквондодан осындай. Түркі еліндегі бірінші, 5-ші данды қара белбеу, осындай үлкен дәрежесі бар. Осын деп сол кезде Бексейіт бауырмашыл бері қарап, елге қарап тартқан енді. Оның арасында жоғары жақта отырған ағаларымыз, жаңағы Серік Абдрахманов ағаларымыз. Барлықтар келгесін, енді барлықтар бірге не ағыл болсын. Серік Абдрахманов ағаңыз, ол кісі Мұстафа Өзтүрікті мен алып келдім, мен аяғынан тұрғыздым деп сөйлеп жүр ғой, не айтасыз ол? Енді ол да бір сол кезде комсомол жағынан ол кісі де жоғарыда тұрды ғой. Жоқ, енді қаншалықты олай сөйлеуге дұрыс деп ойлайсыз? Енді әркім бізде жоғары жақтаған әркім сонда бір неге жақын болады ғой енді. Айтып осындай нәрсені жеткізсек мен деп. Негізі бүкіл нәрсені жасаған Бексейіт бірінші күннен алып келді, ақыры Мұстафа дүниеден өтіп шығарып салғанша Бексейіт қасында жүрді. Мен осыны айта аламын. Енді олардың барлықтары бірге болдық. Кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлсем. Арзан атаққа ұмтыла ма сонда адамдар қазір? Енді ол жерде айта алмаймыз, сондай дәрежеде отырған адамдар арзаға атақ деп. Бірақ енді олардың өздерінің бір деңгейіндегі әңгіме шығар, елге отырған қызметтерін көрсетеміз осындай деп. Барлығы енді білесіздер ғой. Мұстафа келгенде қолға алып былайынан көтеріп жүрді ғой барлықтар. Себебі Мұстафаның осы таеквондо спортының помседен кеше мына циркта көрсеткен нәрсесін, құдіретін шекпе-жегін көрсеткен кезде, міне осындайда біздің қазағымыз бар, осындай дәреже жеткен деп. Елдің бәрі жақындағысы келді. Көп жігіттер болды жақындады. Енді ол жағын айта берсек. Елдердің барлығы сол Мұстафа деп енді ашық айтсақ, бұл дүниеден Бексейіт те осып кетті, Мұстафа да осып кетті. Олар бір бай болам, дүние болам деп айтқан жоқ. Олар осы қазақтың қарагөз боларын үйретсек деп. Мұстафада 2 комнаталы мына Төлебейде үйі бар, Бексейіттің 4 комнаталы сол өкіметтен алған Навайда үйі бар. Басқа бұлар тек қана бүкіл жігерің, ішкі жігерің, бүкіл дүниесін осы қазақ спортына, қазақ қарагөз балаларымыз осыны үйреніп, осыны дүниесіне жеткізсе деген өмірмен солай өтті енді ашық айтқан кезде. Бірақ қаншама дос дейміз ғой, достардың барлығы бар кезде бар, дүниеден өткенсің ол достар да уже өздерін көрсетіп қойды. Енді бүгінгі таңда сол кезде байқалды ғой енді. Біз айтамыз сыртынан, қазірде көп әңгіме жүріп жатыр, қалай болды бұл жағдайлар. Ананы Бексейіт енді білесіздер, жаман жауыздықпен, оны қасқаншылықпен енді дүниеден өткізді. Енді Мұстафаның да сыртынан көп әңгіме жүрді. Осындай оны атырай етеді деп. Ондай болған жоқ. Оның барлығы ондай болған жоқ. Әр адам өзінің берген, Алланың берген өмірі сонымен. Себебі Бексейіттің соншалық Мұстафаға деген құрметі. Мұстафа дүниеден өткен кезде мына Собиннің больницасында кетті ғой. Мен ойлап отырмын, егер сіздерде уақыттарыңыз болса, сол жерде бүкіл анализ сол жерде жатыр қазір. Әлі күнге дейін может барып, нешеліктен кетті. Себебі елдің аузында әлі де үлкен әңгіме жүр. Неден кетті, неден қойды, атырап жетіп. Ондай халықтың арасында ойлаймын қазір керек емес бүгінгі таңда. 25 жыл болды, әлі де сонда бір әңгімелер жүріп жатыр. Себебі ол әңгімелердің бәрін тоқтату үшін анализ бар, сол анализдің бәрін келіп көрсетуіміз керек.
жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деп ойламайсыз ба? Жоқ, енді ол жағынан біз енді қасында бірге болдық қой. Мен де сол кезде келгем, Шымкент жақта келіп, анам қайтыс болған жылдығын беріп келген кезде. Кеше жағын отырмыз, Мақсұт деді, Мұстафаны больницаға жатқызсын. Бексейді барып жатқызған, сонымен ешкім жатқыза алмайды дейді. Ол әшейін простой больницаға жатқан жоқ. Соның барлығын жақсылап алып барып, жатқызып, 2 күн жатты Мұстафа енді. Ертеңіне барып бір аралап қайтайық көрейік деді. Сөйтсек ана жерге кіргізбеді біздерді. Мұстафа Бексейдің өзі кіріп шықты да, аржақ. 4-ші күні уже дүниеден өтіп кетті. Былай қарасаңыз да, дүниеден өтіп кеткенше енді өздеріңіз білесіздер, қай жерге жылаймыз, қалай болады, халифа Алтай ар жақтан жүріп отыр. Біздер енді шоковый состояние. Білесіз бе енді, қасында буквально кеше ғана жүрген Мұстафа 4 күннен кейін ол сол кезде неден келген Мұстафаның? Мюнхеннен келген. Сап-сау келген. Сап-сау келген, сап-сау өзінің келген кезі. Енді ол кезде өздеріңіз білесіздер, 95-ші жылы Ролан Сейсенбаев ағамыз Англияда үлкен Абай атамыздың музейін ашты. Сол кезде барлықтары бірге, ол кезде Серік Қонақбаев, Бексейіт, Мұстафа Өзтүрік, ол жаққа өздері қонақ қылып Ролан Сейсенбаев ағамыздың алып кеткен. Қайтар кезінде өзі бала шағама барам деп Мюнхенде қалады. Содан кейін келіп, где-то февральдың басында елге оралып. Буквально келгесін бір аптадан кейін осындай жағдай болады. Мен енді көшелерде жүріп араладым. Маған көптеген бауырларым келді. Олармен кездесіп сөйлесіп сөйттік. Сонда көптеген бауырларым тіл білмейді екен. Біз тіл білмейміз деп жүрсек, біз өз елімізге келіп Қазақстанда тіл үйренеміз деп жүрсек, осы жердегі жігіттер, осы жердегі баладар тілден айырылып қалды. Біз кімден үйренеміз? Сондықтан тіл өте күшті нәрсе. Ел жоғалу үшін алдымен тілі жоғалту керек. Онан кейін дінді жоғалту керек. Енді біз дінімізді жоғалтып алсақ, біз Құдайды танымасақ, біз әлхамдулилля мұсылманбыз дейміз ғой. Енді мұсылманның шарттары болады. Оларды білмесек, біз онда әкемізді, шешемізді де сыйламаймыз. Біз жанымызда жүрген жолдасымызды сыйламаймыз. Біз онда елімізді сыйламаймыз. Әдетте жоғалса, атада жоғалды деген сөз. Тіл, дін, әдеттеріміз бір болуы керек. Бізден кейін келетін кішкене ұрпақтар өсіп, оларда кінә жоқ. Сол кезде бізде шоковый состояние. Бұл қалай болды? Білесіздер ғой енді. Бізде енді спортта жүргесін бәрін айналып, кіммен кездесті, кіммен болды, кіммен отырыста болды. Бұл қалай болды деп. Бүкіл сол тізіп, кімнің үйінде қонақта болды. Соның бәрін біз қайттық. Енді ол жерде бәрін қарадыңыздар. Барлығын қарап, енді Бексейт барлығымыз енді бір жүрген, қалай қасымызда жүрген осындай үлкен еліміздің тұлғасын айырылып қалсақ, өзіңіз ойлаңыз, қазір бірге жүріп қалай болады. Соның барлығын дұрыс еді. Бірақ мен ойлаймын, осының барлығы қазір анализдің барлығы жатса, елдің барлығын осы бір неге келтіру үшін сол анализ көрсетіп осындай болады. Себебі оны шығарып саларда Бексейт кімнің, Мұстафаның бауыры, өз туысы Берік Бесекенов, сол үлкен неден, мына больницадан, сол менің больницадан өзі жуындырып, өзі алып шығып бауыры болды. Бізде кірген жоқпыз. Ауыр. Мұстафа Өзтүрікті. Мұстафа Өзтүрікті. Аэропортқа дейін, мешітте болдық, аэропортқа дейін. Бүкіл нәрсесінің барлығын барып, ана көріп деді ғой, соған салған. Сол кезде ғана мен Мұстафаны көрдім. Жауып атырған кезде бірген. Оның денесін жуып шығарған сол Берік Бесекен. Бауыры өзім не қазір. Енді бұл жерде айта берсек көп әңгіме болар, бірақ осының барлығын елдің аузында жүрген әңгімені тоқтату үшін мен ойлаймын. Осы анализді алып, елдің бәрін тағы бір сұхбатта барлығын келтіріп, елге жеткізсек деген осы әңгіме тоқтайды ау деймін. Неге сіздер енді ол мысалға 95-ші жылдан кейін арада қанша жыл өтті? Неге мысалға... Жоқ, бұл әңгіме уже басталды ғой сол кезде. Бұл қазір айтылып жүрген әңгіме. Қазір елдің аузында енді қалай болды, ол көп не қылды деп. Бұның барлығы. Себебі сол кезде болған кезде, сол кезде жабыла. Себебі білесіздер, Бексейттің барлық жерде жоғары жақта барлық орында Бексейттің өзінде. Арада 29 жыл өтті. Оспан Совминнен сол кезде алып, сол кезде неге сіздер жарияламадыңыздар? Бір мысалға газет беттеріне де шықпады ғой. Олай емес ағайын, бұлай болған деп. Енді ойлаймын, бүгін енді көп әр өңірге барсаң осындай әңгіме басталып кетеді, бір таеквондоның әңгіме алсаң.
қазір сондай ой келіп отыр, мен ойлап отырмын енді елдерге осыны. Енді азды кеш жоқ шығар. Елді оны білу керек енді, болашақ ұрпақтары білуіміз керек енді. Соның бәрі ары қарап созыла бермей бұның барлығы. Бір жетсе деп ойлаймын енді елге. Осы жанашыр өте Мұстафаның барлығымыз құрмет, Мұстафа да Бексейіт екеуі де тұлға. Керемет. Сізге мен мына сұрақты қойыңызшы, сынақты жауап беріңізші. Мұстафа Өзтүрік ағамыз ішімдік ішетін бе еді? Бұл өзі жалпы анау іші іріп кетуі несі, мен не үшін сұрап жатырмын. Сол ішімдіктен болды деп ойламайсыз ба сіз? Енді ішімдік десек кейбір кезде өзімізге келіп тиеді ғой. Біз Союз кезінде жүрген нелеріміз. Қонақ, ел қазақ, біз қонақшыл халықпыз. Әрқашан қонаққа шақырады. Сол кезде жасыратын жоқ, барған кезде ондай нәрсе дастарханда болып, ондай нәрсе де біраз болды. Оны жасыратын жоқ. Демек, ол кісі ұрттап қоятыны бар еді. Енді оны жасыратын жоқ. Барлығымыз енді біздер енді может бізде болдық жас кезімізде, студент болдық. Москвада оқыдық енді, Ресейде болған сонда ұрттайтын, оны жасыратын жоқ. Біз қазір мен таза не деп айта алмаймын, өзімді боламыз. Өзімізде сондай нәрсе. Бірақ енді сол кезде өзіміздің қазақ несі жүрген кезде дастарханда болды, ептеп ондай нәрсеге болды. Енді жасыратын жоқ. Мұстафа ағамыздың сол бағана айттыңыз ғой сіз, Мюнхенде болды, ана жақта болды, сыртта болды деп. Бір сондай несіне, ішімдігіне медленный яд қосып беретіндер болған жоқ па? Жоқ, біз сол айттым ғой, жоқ, күдік қайтыс болған кезде. Бексейіт бізде шок состояние, қасымыздағы жігіттермен. Бүкіл кімнің қасында болды, не болды, бүкіл барлығын арылап сол кезде. Кімдермен болды, соның бәрі шақыр, білесіздер енді, ол кезде қандай заман, қандай уақыт екендер барлығын біз қолға алып. Бірақ ондай нәрсені көріп, бір жағынан. Бірақ ойлаймын, дұрыс айтасыз, жаңағы сол кезде бұны жариялау керек еді. Жаңағы алып, сол менің больницадағы ең яғын. Себебі тағы айтатын бір нәрсе бұл жерде. Анализдана мидың қақпағын ашқан, миды ашылған. Миды ашып қақпағын суды тексереді ғой. Сол да ашылған. Себебі Түркияға алып барған кезде үйге қонбайды екен, мешітке қондырады. Мешітке қондырған кезде бәрі барып ағайындар қарап отырады ғой. Сол кезде басы немен яғын, ақматада сәл қанның нәрсе шыққанда. Неден қан болған? Енді өздеріңіз білесіздер, 90 жылдар қандай. Ойбай, бұл анандай нәрсеге араласқан, ойбай, не болған деп сол жерде әңгіме шығып кетеді. Сөйтіп барып қарап барлығын келген кезде бұл сол мидан қақпаған ашылып бүкіл анализ жасалған ғой. Енді ашық әңгіме. Демек, Мұстафа ағамызды Стамбулға, Түркияға барған кезде жаңағы денесін бас жағынан сонда қан тексерген. Мешітке қойған, мешітке қойған кезде қан ақтап басынан. Біздің Сабмен больницасы миынан алып тексерген дейсіз ба сонда? Енді анализ, бүкіл анализ сонымен да қазірде ойлаймын кеш емес. Енді олардың бәрі неғылады ғой. Бірақ егер сол кездің өзінде ол үлкен тұлға, елдің барлығы жоғарыдағылар айтады, бұның барлығын ары қарай жалғастырар еді. Қалай болды, не болды деп. Себебі ойлаймын, ондай қастандық деген неден біз кетуіміз керек деп ойлаймын. Ондай Мұстафа қараңыз, жақсы, қастандық деген нәрседен кету керекпіз. Сіздің жан досыңыз Бексейіт ағамызды Қандықол әлі күнге дейін жұмбақ адамдар, ол не деген супермен, не деген бағанағы аспаннан түскен қандай адам екенін білмеймін, ол шайтан ба не екен. 5 адам пышақтап өлтірді. Пышақты именно түрмеде жасатқан дейді. Ол сұққан кезде біз сияқты қан ішіне кету үшін. Қараңызшы, мысалға, қандай айуандықпен басынып өлтірді. Әлі күнге дейін қылмыс ашылған жоқ. Оны жақсы білесіз өзіңіз, бәлкім сіз айтуға қазір қорқатынды шығарсыз. Осыған байланысты келейікші, бауырыңызды пышақтап кеткенде сіздер барып көрдіңіздер ғой, қалай пышақтапты, қалай болыпты мән-жай? Енді бұл жерде Бексейіт қайтыс боларынан 3 күн бұрын Шымкентте біздің үйде болды. 98 жыл білесіздер, Шымкентте газ жоқ, свет жоқ. Үй салқын болды, Мақсым үйінде қонып бірге осы. Өзі өте қымызды жақсы көреді. Қымыз ішіп, тамақ жасап үйдегі. Сонымен ертеңіне шығарып салдым пойызға. Тағы жолда қымыз алып пойызға. 3 күннен кейін хабар келіп отыр. Мен ол кезде Шымкенттемін. Қансейіт маған звондайды. Мақсымна бауырымыздан айырылып. Сол кезде мен енді ары қарап не қылатым. Енді Бексейіттің өзінің үйі мына Навайдың бойында тұрады. Жанында ескі гараждар бар.
кешке келсе сол кезде өзі машинасын қойып әрқашан өзі свободно жүрген бала. Енді ол жердің барлығы білінеді. Бірақ гаражды жаңағына орыстың жігіттері енді сәл ішкілікке жақын. Немқұрайлы да былай. Түнгі сағат 3-4-терде қойса керек. Барлықтар енді футболдан келген, футбол көріп ана Серік Қонақбаев арқылы Францияда болған чемпионат мейраны көріп, содан қайтып келіп отырған кезде, сол кезде болған жағдай. Енді жаңағыда айтып отырғанымыз, ол кезде білесіз ғой, бұдан 25 жыл бұрын. Анау жерде адресі жоқ, Бекситтің қай үйі, примерно олар білет қайда тұратын. Пышақталғаннан кейін жар сағат уақыт өтеді ғой. Егер сол кезде дер кезінде скорый помощь келген кезінде барлығы жай-жайына түсіп Бексит қазір аман қалар еді. Енді бұны қалай да бір Алланың тірлігі бір ненің. Себебі осы уақыттың арасында аналар жасайды, жаңа қастандығын сүйете кетеді. Бұл сөйлеп жатқан кезде ана жігіттер келеді, орыс жігіттер. Жаңағыдай состояние, пока үйіне барып жеткізіп, ар жақтан үйдегі ана жеңгейді алып келгенше, барлығын тауып келгенше, уже Бексейіт уже тіл күрмеліп айта алмайды. Қан, сонда жаңағы айтып отырған затыңыз, қан ішке кетеді ғой. Егер простой пышақпен неғылса, қан сыртқа шығып, ішінде қан сыртқа шыққан. Ішке неғылған сосын күрмеліп, соның ең қастандық, жауыздық ол жерде адам. Кімге не жасаған онда біз үшін Бексейіттің аңқылдаған көңілі, пейілі, имандылығы, кім қанды сондай дәрежеге барды осы күнге дейін біз үшін жұмбақ. Кім ондай не алды? Кімнің қандай ойы болды? Не үшін? Бірақ бірге жүргенде қастандық бір нәрсе көрген жоқпыз. Бірақ жалғыз жүрмейді екен бір жүргенде кісі. Сол күні ғана жалғыз болып қалыпты. Сол күні қасында Зәби немеренісі бар, постоянно қасында жүретін. Сол күндері енді өзі енді қасында не болғасын болады ғой, кейбір кезде адам достарыңмен кездесіп не ағасың бар. Сол күні енді бір бұны қалай айтасың, енді бір жаратушы нәрсесі ма, енді қалай бұны кейбір кезде сондай болады ғой өмірде. Ойламаған жерден жалғыз болып қаласың, бір жерде болып қаласың. Знаешь, сондай бір досыңызды өлтірген адамдарды іздестіру, солардан бір кек алу ойыңызда болды ма? Енді кек алу болғанда бұл жалғасып кете береді ғой, кек деген нәрсе. Бітпейтін нәрсе ғой ертең, кек деген. Бірақ оның құқық орындары бар. Бізде өз жағымыздан іздедік. Кім болады? Кім жағынан келе алады? Барлығы отырып, кіммен қандай араласты? Себебі бәрін білемін ғой, қай жерде жүрген, кіммен араласты, қалай болды. Бірақ олардың іштерінен ондай нәрсені көре алмадық біз. Осы деп, осыған барып, осыдан бір кек алайық, жаңа өзіңіз айтпақшы. Ондай да адам эмоцияда жүрген кезде ондай да болады. Бірақ дегенмен айтады ғой, сол жүрімді бір мәнді жаңа келмегесін, оны бір айтып, бұлай болады деп бір айту қиын. Біз де өз мойнымызға бір нәрсені алғанымыз жоқ. Бексейіт ағамыздың сізге бір төбелесін есіңізге түсіріп жіберейін мен. Асқар Сүлейменов өмірінің соңында Парасат журналында жұмыс істеп жүрген кезінде Көкбазардың жанындағы баспасөз үйінің баспалдағынан төмен түсіп келе жатқан кезде алдынан өзге ұлттың бір 2-3 жігіті шығады. Ол кісінің үстіндегі Асқар ағамыз емес, Досқан Жолжақсынов ағамыздың қайнатасы. Сол кісінің үстінде керемет бір кожаный плащ бар екен, Мәскеуден алып келген. Плащын шешендер. Ингуш па, чешен ба, кім екенін білмеймін. Сонымен ол кісі жарайды, шешіп берсем шешіп берейін деп айтқан көрінеді. Сөйтсе Құдай жарылқап, тура жүрде Бексейіт ағамыз келіп қапты. Асаға не болып қалды мыналарыңыз десе, мына жігіттер курткамды сұрап жатыр үстімде, шешіп берейін деп жатыр ем деп. Айтқаным сол екен дейді. Ойпырмай Бексейіттің жылдамдығын көріп шошып кеттім. Үшеуін 3 жаққа жайратыпты. Өте дұрыс. Сөйтіп жай ғана жайрамаған, аналар кәдімгі талып жатыпты сол жақта. Сол кезде сол кісінің айтқан сөзі, қазақта осы Брюс Ли сияқты адамды мен фильмнен ғана Брюс Лиді көретін ем, ол Брюс Ли біздің арамызда да бар екен ғой деп айтып кеткен екен. Өте дұрыс, орынды. Себебі Бексейіт жас қана қарапайым қазақтың суретшісі емес. Москвада оқып жүрген кезде өзінің осы каратенің түр көп қой. Мысалы, мен де Москвада оқып, Шатагамен ағамыз, ол Кюкасенкай деген школда заниматься етіп, үлкен дәрежеге жетіп, ол бір. Ушусанда бар. Ушусандасы 2. Тайквондосы бар. 3. Ушуға да көп, бұл неғып, бұнда айтып отырмын ғой, жаңа Бексейіттің өте көп жолдастары, өте көп. Қай салада болмасын, қай жерде болмасын. Жаңа ушудың өзінде
Қытайға барып үйреніп жүріп, кейін сол Қытайларды бері шақырып мастерлердің бәрін барып Шымкентті көрсетемін деп Волгасымен барып аралап, Шардар жақта аралап көрсеткен кездері бірге ұшудың, енді ұшудың қимылын көрсек, ондай қимылды мен де жасай алмаймын. Ұшуда енді таэквондо енді бұл басқа ғой сәл нелер. Ұшуда жасайтын. Бұның жылдамдығы, қолының жылдамдығы әсіресе аяқтарының жылдамдығы. Енді жасыратыны жоқ. Бұл өмірден өткенше енді айтайын деген соңғы жылдары ана ұлы көш салды ғой. Ұлы көш салып, соңғы күніне дейін бұл спорт. Күнге таңертең 1,5 сағат көңіл бөледі. Бексейіт ағамызды Нұрсұлтан Әбішұлы өзіне оққаға еткісі келген деген ақпар бар. Бұл қаншалықты рас? Енді Брежневтің енді телохранительдер дайындаған ол кезде болған шығар енді. Бексейіт енді бітіріп келді, 80 жылы бітіріп келді ғой. Бітіріп келген енді 84, 85, 87 жылдары может болған шығар, бірақ бұл әңгімені Бексейіт былай айтатын маған. Осы жерде неғылым деп. Бірақ бұл жерде оққағар болады деп, бұл жерде болатын кімді 92 жылы құрылтайдың несі біткесін, үлкен рестораннан шыққасын, Мұстафа Бексейіт, үлкен Нұрсұлтан Назарбаев шақырып алып, қасында бір 50 шақты метр жүріп, қолын қысып, сол кезде Мұстафаға айтқан бар. Мұстафа айтқан бар. Мұстафа, сен осы менің оққағарларым дайындасаң деп. Айтылған нәрсе. Бұл 92 жылғы ноябрьдің кезі. Бексейіт ағамызға емес. Бексейіт ағамыз емес, Мұстафаға айтты. 92. Может, оның алдында болған шығар, енді бұны не алмаймын. Бірақ оққағар жағынан неғаны, осында әңгіме болғаны Мұстафаға. Себебі Мұстафаны көрді ғой. 92-91-де өнерін алып келді. Циркті көрді. Мұстафа келіп полиция неде өзінің тренировкасы сондай. Сондықтан ана жерде көргесін. Елбасы сондай. Сол кезде Мұстафа Ақсайда тұратын 3 бөлмелі еді. Бексейіт ағамыз бен Болат Әбілевтің екеуінің арасында қандай бір қайшылықтар болып еді? Екеуінің арасында ешқандай қайшылық болған жоқ. Бұл жерде Болатқа да рахмет бір жағынан. Себебі өздеріңіз білесіздер, федерация таэквондо сол жылдары 90 жылдары кредит алған. Бұндай қайшылық жоқ. Кредит алған кезде енді кім болады гарант? Кредитті қайтарған кезде кім қайтарады? Сол гарантты Болат алған. Бірақ Болаттың да сәл бір сөздері интервьюін көрдім. Онкі де дұрыс емес, ана суретші. Бұл суретші үлкен тұлға. Атын атамай тұр ғой, суретші деп екі сөзінің бірінде. Неге өйтті? Таэквондо енді әр адамның өзінің мәдениеттігінде шығар. Егер сен өзіңді өзің сыйлайтын болсаң, өзіңді жоғары дәреже санайтын болсаң, айналаңды сыйла. Егер сен соның барлығын айналаңды сыйлап, өзіңді осылай болды, да, ол өте жақсы біледі. Бексейіт Түлкиев, халықтың атақты суретшісі, азаматы. Бір тұлға бұл өзі. Үлкен тұлға бұл. Біз әлде көп болды Бексейітті былайынан уже не ақпарат. Себебі ана ұлы көштің жазылғанның өзі. Ұлы көштің өзі. Біз мына таэквондоға кетіп отырған бүкіл соны ұйымдастырып, бүкіл қаржы мәселесін шешіп, бүкіл бәрін алып жүрген Бексейіт, оны жасыратын жоқ. Өте дұрыс. Аға, мына сұраққа жауап бересеңізші, сол сұхбатқа байланысты Болат Әбілев сұхбат кезінде айтқан. $100,000 жайында проблема болып, соңында ол проблеманы Серік Голова деген ворзаконе шешкенін айтады. Бірақ суретшінің ат жөнін сіз айтқандай атамайды. Бұл не дау, не проблема ол? $100,000 әңгімесі қайдан шығып отыр? Енді ашық айтқанда былайынан болдық, мен финанс жағына көп араласқан жоқ. Ашық айтқанда қалай болды ол кезде? Енді Бексейіт пен Мұстафа енді Байназаров үлкен ағамыздың ол кезде үлкен Нацбанктан алған кезде арғырып қалай болды, ар жағы нелердің барлығын мен енді білмеймін қай жерде қандай процесстер болғандары арасында жаңағы айтып отырған әңгімелер. Серік Голова шешкенін айтып отыр. Ол кім ол? Қалай, не мәселе ол? Сіз енді былай енді мен Серік Голованы көрген жоқпын, ашық айтқанда. Бірақ Бексейіттен естіп жүрдім. Серік Голова осылай. Енді жасыратын жоқ, ол айтып отырған әңгімен енді осылай. Бірақ енді ол да бір азамат Бексейіттің достары ғой. Әр сферада Бексейіттің достары. Бүкіл спортшылардың арасында, бүкіл жоғары жақтағылардың арасында. Бексейіт сондай азамат енді. Енді арасында қандай олардың арасы әңгіме енді бұл мен айта алмаймын. Жасыр.
бірге жүргенмен мен өзі мына жақта ұйымдастыру не жағымен жүрдім. Ақша туралы дауды сол кезде естісем де қазір оны айтқым келмейді, себебі Болот Әбілов ертең жағамнан алуы мүмкін дейсіз ғой. Жоқ, бұл несіне қорқамын? Себебі болған нәрсе ол. Болат қалай мені алалап? Себебі Болаттың өзінің айтып отырған әңгімесі шығар. Өзінің ойы шығар, былайынан жаңағы айтып отырған. Енді Болат енді болды, ол себебі ол Мұстафаны ана жерде еске алды. Енді Мұстафа жүргенде бексейді, мысалы әңгімесінде. Бірақ енді адам мәдениетті болу керек та, барлығы болған нәрсен болды ғой айту керек. Егер сен айттың ба, бастадың ба, ақырына дейін баста. Егер жартылай айтып, ар жағын бер жағын жасырын түрінде керек емес. Себебі оның барлығы ойлаймын, елдің барлығы біледі, елдің барлығы не қылады. Бірақ бұл жағдайдың ары қарап қалай болды, не болды, мен ар Сіз енді 90 жылдан бері мәселенің мән-жайын жақсы білесіз ғой. Мына сұраққа шынымен жауап беріңізші аға. Болот Әбілов мырза Назарбаевқа қатты жағымпазданатын ба еді? Енді Жалпы жағымпаз адам бұл кісі? енді бұл политика жағынан айта алмаймын. Қандай түрде айтты ол өзінің, қандай жағдаймен айтты, бір былай сөйлейді. Мысалы айтады ғой кейбір адам екі жүзділік. Жағы сіз мысалы сіздің сөзіңіздің. Бірақ оның қандай нәрсемен айтып отырғаны мен оны айта алмаймын. Себебі оны Болаттың өзінен сұрау керек те. Рахмет. Ұлы көшке келейік аға. Қайда қазір ол? Ұлы көш қазір Шамында кәсіби музейінде болса керек. Шаманда. Мен білмеймін. Қателесіп тұрған жоқсыз ба? Қателесіп тұрған жоқсыз ба? Енді ол администрацияда болған ғой. Үлкен мына неде болған сол ұлы көш. Ол қазір біліп жүріңіз, біреу сұраса айтарсыз енді. Ерсұңқардың айтуы бойынша Болот Назарбаевтың қызы Гүлмира Назарбаеваның үйіндегі. Жаңалық па? Енді мен себебі соңғы кезде мен біледім, мына Алматыдағы патшаның резиденциясында болған. Себебі оның өзі үлкен, бұның өзі үлкен бір әңгіме, оны салғаны бар енді. Бірақ енді кейінгі уақытта қай жақта тұрған? Сізге ыстық болса көреді. Өте ыстық. Себебі мен оны қалай салған? Бүкіл несімен білемін. Бастамасы қалай болған? Мына Қасқасуда үлкен ана спорт залдың ішінде басталып. Құрметті Мақсұтаға барып, Гүлмира Болат қызының үйінен алып Қастеев музейіне өткізгіңіз келмей ма? Аманат қой. Ол аманаттың жүгін сіз көтеріп жүрсіз ғой, доссыз ғой Бексейіт аға. Енді оны мен ондай дәрежеге мен білмеймін енді, қалай болатын енді. Бұл мәселе енді бірінші жағынан Бексейіттің бұл өзінің салған үлкен, өзінің өмірін беріп, ішкі дүниесін беріп, бүкіл қазақ еліне, осы еліміздің тарихы қалсын деп, оны алып, ары қарап жалғастыра алатын тек қана сол әулет. Марқұм Бексейіт ағамыздың қасындағы жан жолдастарының бірі Нұрлан Баланбаев еді. Иә. Нұрлан Нығматуллин еді. Дұрыс қой. Әкем достары көп еді. Тасмағамбетов еді. Досқан Жолжақсынов ағамыз еді. Талғат Теменов. Төлеген Мұхамеджанов бар. Содан кейін Тұңғышбай Жаманқұловтар бар. Атап айтатын болсақ өте көп айналасындағы азаматтар. Иә. Солар қазіргі таңда енді өлді разы болмай тірі байымайды дейді ғой. Бір келіп, бір қал сұрап, Бексейіт ағамыздың осы артынан ұстаған, қамшы ұстаған ұлы ғой деп басыңыздан сипап, не істеп жатсың айналайын деп. Бір телефоннан босыды сұрақ қойған адамдар бар ғой. Сондайлардың қатарында қайсысы осылардың ішінде? Шыныңызды айтыңызшы. Шынымды айтайын. Балғынбаев қайтыс болып кетті енді. Нығматуллин жүрген шығар бұл ішінде. Шынымды айтайын, енді жаңа айтып кеттім ғой, біріншіден Иманғали ағамды айтқым келеді, өйткені ол кісі мені кейін 2011 жылы Астанаға алып кетеді. Ол жағдайды қазір айтып берейін, қалай болған, не болған, жұмыс бабымыз Астанадағы. Бұлай енді қасында болған Досқан ағамыз, Талғат ағамыз, Төлеген Мұхамеджанов ағамыз, көп достары, кішкентай кезім бар, кейіннен жиі звондайтын. Енді қалай айтсақ, мен қазір әкемнің достарына ешқандай қапа болып ренжісім жоқ. Өйткені енді жылдар өтеді, қаншама уақыт өтті. Әр кісінің өзінің жанұясы бар, жұмыстары бар. Мәселе бұда емес. Мәселе сол кісінің қолынан көрген шарапатында, жақсылығында. Мен бірдеңе айтайын осы жерде.
Енді марқұм Бексейіт ағамыз өмірден өткен кезде мен 8 жаста болған екен. Бірақ ол кісілердің атын өшірмеу бізге берілген бір біздің міндетіміз, азаматтық борышымыз. Мен сол үшін сізден интервью алып отырмын. Ел білсін, жұрт білсін, ұмытпасын халық. Өйткені себебі қазір Мұстафа Өзтүрік атамыздың есімі жиі айтылады да, Бексейіт ағамыздың есімі айтылмайды. Мен соған қапа боламын. Бексейіт ағамыз ол жалпы қазақ еліндегі ұлы суретшіден бөлек, таеквондо федерациясының негізін қалағаннан бөлек Қазақстандағы ең керемет мықты дипломат азаматтардың бірі еді. Дұрыс айтасыз. Қаншама азаматтарға көмек берген. Иә. Қаншама азаматтардың шешілмейтін проблемасын шешкен. Дұрыс айтасыз. Өйткені бір қазаққа бір қазақ көмектеспесе, мен қазақтығымнан қандай пайда бар деп ол кісі түсінген. Нағыз қазақ болсаң, қазаққа көмектес деген ұстанымда болған, сол айналасындағы көптеген азаматтар шарапатын көрген азаматтар неге осы ұмытып кетеді, мен соған таңғалып отырмын. Егер сіз маған сұрақ қойсаңыз, кім еді шарапатын көріп жүрген десеңіз, мен асын сызып беттерін тіліп тұрып айтуға дайынмын экраннан. Естіген құлақта айып жоқ. Қай-қайсына қалай көмектескен. Атағы дардай, атағынан ат үркейтін қазіргі таңда түкірігі жерге тимейтін кісілер бар соның ішінде. Дұрыс айтасыз. Жоқ, енді әкемнің көп достары осы күнге дейін хабардамыз. Ол үшін звондап тұрады, қал жағдай біліп. Бәрін айтпаймын. Кім хабарласатын? Досхан ағамыз, Талғат ағамызбен. Енді былай қараса, мен енді өнер жолында болған соң, сол кісілермен орысша айтқанда пересекаемся өнер жолында. Мен қазір күнде Астана қаласында мынау жастар театрында жұмыс істеймін. Суретші болып, Нұрғанат Жақыпбай ағамыздың қолында. Театр саласы болсын, өнер жағы, енді өнерде болған соң біз жиі кездесіп тұрамыз ары бері. Сондықтан мүмкін былай да звондап тұрады ол кісілер. Енді менен 2 жас кіші болғаннан кейін барып мені аға тұтып жүрді, ақылдасатын. Келіп өзінің бір қысылған сәттерінде, бір тығырыққа тірелген сәттерінде, күйзелген сәттерінде келіп бір сыр ашқан тұстары болды. Сонда көп достар сатып кетіп, көп жолдастар алдап кетіп, көп жігіттер жанында жүріп, беке деп алақанынан ұстап, басынан сүйеп, аға мен біздің тірегімізсіз деп жүрген жігіттердің талайын лақтырып кеткені, алдап кеткені сонда келіп айтады маған жиі. Өте ақкөңіл, өте сенгіш адам болды, бірақ сол ақкөңілдігі мен сенгіштігі ақыры сол өзіне кейін ажал болып оралды. Себебі жолдас дос десе, мен өткен бір естелігімде кезінде Ана тіл газетінде қайтыс болғанда бір 40 күн болғанда қайтыс болғаннан кейін Раушан Төленқызы деген журналистке Ана тіл газетінің ол кезде Мереке Құлкенов бас редакторы үлкен бір бетке сұхбат бергенде айтып едім сол. Дос жолдасы келіп, Бексейіт аға, болмаса Беке, менің бір осында бір шаруам осында тығырыққа тіреліп қалды. Болмаса біреу мен ақшамды алдап тартып алып кетіп бермей жүр. Болмаса осында бір мәселем шешіп берші дегенде, сол жылы орнын суытып, ішіп жатқан астын бәрін тастап, сол жердің түбі осында кете береді. Сондай еді. Сөйтіп жүріп осы талай жігіттердің мәселесін шешті, талай бір шиеленістері кіріп кетті. Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыздан бастап талай жаңағыдай зәбір көрген, таяқ жеген, бір жігіттерден сол жаңағыдай қиянат көрген жігіттерден талай кеп Бексейтке осындай Беке барып анадан сазайымды алып берші, болмаса ананы сындырып берші, ананы орнына қойып берші, анау ақшамды қайтарып, мынау Темірғали Көпбаев деген бір ақын адам бар, бүгінге дейін айтады ғой, менің бір КГБ-ның полковнигі $50,000 алып кетіп, ол кезде үлкен ақша ғой. Сонда жаңа 3 жыл бойы ақшасын бермей жүрген, алдап, саған пәтер алып берем деп, ақшасын алып алып, артынан сен танымаймын деп жүрген КГБ-ның полковнигі, кәдімгі азу алты қарсы ешкімді мойындамайтын. Бұл кезде жаңа лақтырып кету, ақшасын тартып алып көп болды ғой. Сөйтіп жүрген жігітке соны Бексейіт барып сөйлескен ғой. Біріншіден жаңағы оның ол кезде атақ шығып қалған, атақты спортшы. Оның кейін таеквондо федерациясының президенті екінші. Сосын үшінші осы Алматы қаласындағы сол белгілі жаңағы топ спортшылар тобы атақ шығып қалған, талай жаңағыдай сол сияқты өзі сияқты ұйымдардың талайын жаңағы орнына қойған. Солай атақ шықпаған ғой. Сол мына барған кезде полковник бірден тізерлеп неғып кеткен ғой Бексейіт. Беке, білмедім сіздің ініңіз бауырыңыз екенін. Көпбаев Темірғали. Білгенімде бұндайға бармас едім.
кешіріңіз маған бір апта сұрап беріңіз, мен бір апта ақшаны табамын да әкеп беремін ініңізге деген ғой. Ол біріншіден жаңағы не ғой, жаңағы рухының мықтылығы, екінші жаңағы атақты болуы, үшінші сол кезде мына біздің Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің мүшесі болды өзі. Сосын бар мен оның достарының өзі жаңағы Серік Қонақбаев, Дәулет Тұрлыханов, солармен бірге жүреді, солармен кілең көзге түседі, солармен бірге. Енді мына Мұстафа Серік Қонақбаев енді біздің жақын туысқан ініміз ғой. Ол кісінің әкелері бізге ағайын болып келеді. Содан Серік екеуі өте жақын дос болды. Ең соңғы бақилық сапарға аттанардың алдында сол Серік Қонақбаевтың үйінен аттанды ғой. Мұстафа Өзтүрік Бексейіт аға талантты ғана емес, саясатта халықты соңынан ертіп кететіндей харизматикалық тұлғалар болатын. Сондықтан ол кісілердің ертерек көздерін құртты деп ойламайсыз ба? Саясатта оларды өзіне бәсеке көретін адамдардың ісі деп, солар артында тұр деп, сонда ой болмай ма кейде сізде? Шыны керек, неше түрлі ой болды. Қай жақтан екен, мына жақтан екен. Енді өкінішке орай елімізде сонау 90 жылдан бастап қаншама үлкен азаматтарымыз кетті ғой дүниеден. Білмеймін, неше түрлі жағдай болды, жаңа көз көремаушылық бар ма? Талай азаматтарымыздан айырылдық қой. Соның ішінде әкем де бар. Білмеймін, неге олай болып жатыр, неге бір ауызбіршілік болып, бір-бірімізді көтеріп дегендей деңгейді, әрқайсының деңгейін өсірді. Бүкіл дүниенің нелерін бәрі газеттер жазды, телевидение түсірді. Сонда мінекей Мұстафа құшақтап бір-бірімізді отырмыз, мінекей біздің істеген еңбегіміз босқа кетпепті. Тайквондо тек ұру сол емес, ол рухтандыру адамды, жігерлендіру. Жігер деген өнерде үлкен нәрсе. Мен Бексейіт федерацияны және тайквондоны жақсы алып жүреді, ешқашандай тайквондоға кір келтірмей, мемлекетімізге тайквондо арқылы қызмет істейді. Бексейіт енді Алаштың перзенті, елдің, халықтың ұлы ғой енді. Сондықтан еш болмаса қастандық жасаған адамдарды су бетіне шығарайық деп біреулер кірісіп, сөйтіп барып шығармаса, ол былай енді баяғыда сол қысқартып жауап тастады ол істе. Енді сондықтан оның қазір жаңағы жіптің шетін табу, оның жаңағы тапсырысты кім берді, оны кім орындады, оны қазір табу өте қиын. Ол жөнінен талай әңгіме айтылды. Сол тұста өзінің жақын достары, үлкен билікте жүрген достары да кірісіп көрді. Ешқандай нәтиже шықпады. Шыққан жоқ. Иә, сол тұста. Соның алдында 3 ай бұрын ғана Москвада Влад Листьевті өлтіріп кеткен еді, сол сияқты. Сол араға 3 айдан кейін Бексейітке қастандық жасалды ғой. Ана атақты журналист, Ресейдің Листьев деген. Солдан бүгінгі ашылған жоқ қой, білмейді ғой. Сол күйі қалды ғой. Оны сол кездегі президенті Ельциннің өзі мен ұстаймын, табамын деп бүкіл Ресей халқынан телевизордан сөйлеген өзінде таппады ғой ақыры. Кім заказ берді оны, кім өлтірді, ақыры табылмай кетті ғой. Сол сияқты бір сондай бір қылмыстың бір болып қалды, ашылмады. Қазір оны ешкім айтамайды, анау тапсырыс берді, мынау тапсырыс берді, мынау орындады деп. Бірақ өкінішке орай енді әрине 98 жылы сол тайквондосын өткізіп өзінің шәкірттеріне. Сосын маған айтатын, Қансейіт аға мен бір жолата енді сурет өнерінен кетемін. Кетемін. Иә, мына 8 жылдай осы мына кішкене спортқа алаңдап алтын уақытымды жоғалттым. Анау тек қана бірақ олжам болды, ұлы көшті салып үлгірдім. Онда да Таразда жатып, Амалбек Тышанов ағам әкім болып тұрған кезде бір 2 жылдай маған жағдай жасап, сол жерде ұлы көшті ғана салып үлгірдім. 97 жылдың күзінде әкеп президенттің несіне ілдім, резиденциясын Алматыдағы. Сол ғана олжам болды. Қалған көп дүниелерім салынбай қалды. 98 жыл Құдай қаласа сентябрьдің 1-ден бастап беремін. Бір шәкірттерім бар, дайын, солар алады тайквондоны. Өзім тек қана кеңесші болып қалам. Сосын таза шеберханам кетемін де, соны жабылып алып, тек қана сурет саламын. Үлкен бір жобаларым бар еді. Тарихи тұлғалар саламын деп барам. Ұлы көштің жалғасы ретінде үлкен тұлғалар салмақшы болған. Ан тарихи көшті өзің жақсы білесің. Нұрсейіт оның ішінде 98 тарихи тұлға бар білесің. Нұрсұлтан Әбішұлы, қателеспесем, Бексейіт Түлкиев ағамызға Астанадан 1 емес 5 пәтер береді, 4 бөлмелі. Жоқ, бергенде жоспар болады.
негізі әкем Астанаға барып, ол кезде енді Ақмола енді Қазақстан астанасы болып жатқанда, сол жерде жаңғыру деген, мен кейін Астанада жұмыс істеп жүргенде жаңа юстициядан көтергем. Сөйтсе 97 жылы соңында жаңғыру деген қоғамдық бірлестік ашады екен. Ол жерге енді білген бойынша бүкіл суретшілер жинап, президентіміздің жоспарымен жаңа Астананы әшекейлеуге, өнер жолындағы жұмыстарды жасауға сондай жоспар қойған. Сол кезде мүмкін жаңа суретшілерге жаңа бір пәтерлер бөлінген болар. Сол кезде. Түсінікті. Мына нәрсеге келейікші енді. Сізді енді білесіз деген ниеттемін. Мұстафа Өзтүрік ағамыз өмірден өтетін 1-2 күн бұрын, бәлкім 1 күн бұрын болуы мүмкін, іртік бірдеңе құсыпты ол кісі. Сөйтіп Бексейіт аға қасында өзінің туған жиені бар, бауыры. Екеуі Совмин ауруханасына алып барыпты. Совмин ауруханасына алып барғаннан кейін Мұстафа Өзтүрік таңғы сағат 7-де көз жұмады. Дұрыс қой. Бірақ қазір жалпы бізде қауесет жүріп жатыр ғой. Мұстафа Өзтүрік мынау уланып өлді деген сияқты. Осы жағын айта кетсеңіз. Негізі жаңа халықта солай тарап кетті ғой, уланып өлтірді деген. Негізі бұл жалған ақпарат, олай емес. Ол кісі жаңағы, енді мен ол кезде кішкентайдым ғой, бұл жаңағы бауырымның ағаларының айтуы. Қасында болған кісілерден естігем сондайды. Забиболла мырза қасында болды. Енді Забиболла ағам негізі әкем қасында сол жас кезінен 18 жасынан бастап 27 жасқа дейін жүрген. Бірге жүрген қасында, жаңағы оң қолы десек те енді қасында, әрдайым қасында жүреді. Сол кісі болған сол жағдай болғанда. Мен естуім бойынша Мұстафа ағамыз сонау Турцияда болғанда келген кездерді өт жағынан ауырып жүретін. Іш құрылысында, проблема бар еді. Басынан. Кейіннен енді мүмкін қалдыра берген ба, келесі күндерге емделмеген. Уақыты болмады ма. Кейіннен сол күндері сондай жағдай болды, құсқанда бір мынандай қаншылау бір кішкене кофені түсі сияқты сондай қан құсқан сондай шыққан. Кейіннен енді әкем естіген соң қоймай келіп, ол кісі енді сондай еді, емделу жағынан болады сондай адамдар кейін жарайды сосын деп жүре берген ғой. Сөйтіп осы жолы әкем қоймай, бұл бұлай болмайды деп, Забиболла ағамыз екеуі машина отырғызып Совминға апарады. Сол жерде емделу бастайды. Бірақ өкінішке орай мүмкін кеш барып қалған болар. Ауылда жүрген кезде кейбір ауылдың балалары жүгіріп келеді. Мен аға балам, мен Мұстафа Өзтүрік болам, анау мынау деп, сол енді кішкентай балалар мені жақсы көреді ғой. Мен айтамын да, сендер Мұстафа Өзтүрік болмаңдар. Сендер ғалым болыңдар. Сендер жазушы болыңдар. Сендер ақын болыңдар. Сендер философ болыңдар. Ол мен ең оңайын тапқамда. Ең оңай деген былай қара күш, енді былайын айтқанда. Чемпион болу оңай, бірақ адам болу қиын. Оңай емес. Мысалы былайынан қарасақ, бір Брюс Ли, оны енді білмейтін адам жоқ деп ойлаймын. Брюс Лимен біз бірге болдық, бірге таныстық, бірге тренинг жасадық, жаттық, бірге жаттықтық кезінде. Оның істеген қызметі, ол тек қана спортшының несі емес. Ол, мысалы, айтқанда Брюс Ли әлем чемпионы болған жоқ. Бірақ әлемдердің ішінде қанша әлем бар, менің өзі білуім бойынша Брюс Лидің істеп кеткен қызметі өте үлкен. Ал кімге қызмет істеді? Әлемдегі жастарға емес, әлемдегі келешектегі спортшыларға емес,
Брюс Ли еліне қызмет істеп кетті. Егер сен еліңе қызмет істей алсаң, егер сен мен елім осындай қызмет істедім дей алсаң, оның ішінде көре алсаң, онда сен азаматсың. Жалпы Мұстафа Өзтүрік ағамыздың осы сол 90-шы жыл келгенінен бастап 95-ші жылға дейін ол кісінің пәтері, автокөлігі, жүріп тұру барлығы Бексейіт ағаның мойнында болған дейді. Ол шындық, иә. Әкем бүкіл жағдайын жасады Мұстафа ағамыз. Енді былай айтсам, кісілер болды ғой әрине. Жаңағы қол несін беріп, бірақ көбісі келуінен бастап жанында болып, бүкіл жағдайын, бірінші пәтер сол Самалда тұратын ол кісі. Сол жағын бәрін, иә, әкем дос ретінде бір жағынан енді мына таеквондо федерациясына келіп, сол еңбегі бар, соның бәрін жаңағы жағдайын істейтін әкем. Бәрін жасап берген жағдайын, Жалпы өзіңіздің бойыңызда қандай бір әкеңізден шыққан бір қасиет бар деп ойлайсыз? Сол енді негізі әкем еңбекқор кісі еді. Жаңа айтып отырмын, сағат таңғы 5-те тұрады, жаттығуын істейді, кейін жұмыспен айналысады. Және мынау енді көбісі өнер жағы маған келген сияқты. Өнер жағы? Өнер жағы, иә. Бірақ не болса да таеквондо жүрегімде болды. Кішкентайымнан айналыстық, жарыстарға қатыстық, республикалық жарыстарға қатыстық. Ол кезде енді юниор бала сол категорияда. Осы күнде айтып кетейін, әкем жолын қуып, Алматы қаласының федерациясын, өзімнің бауырым бар, Ильяс Ашимов. Екеуміз Алматы қаласының федерациясын басқарып отырмыз қазір. Қазіргі таңда? Иә. Әкемнің басына барып, әкеммен сырласам деп қалдыңыз. Ішімдегі мұңымды айтам, проблемамды айтам дедіңіз. Қандай проблемаларыңызды бөлісесіз? Енді мен ойлаймын, әр азаматтың сондай бір кезеңдері болады. Бір жұмыста жүріп, ол жақта болмай қалып, немесе бір заказдар түспей қалып кезеңдер болды. Енді бір кезеңдер болды, заказ аз болып. Алған қарыздарымды қайтара алмай қалған кездер. Қарыздар да болды, кредит та болды. Оны жасыратын не бар? Енді жалпы мен ойлаймын, осы орта класс дейді ғой, бәрінде сол жағдай бар. Кредит бар, қарызы бар, оны жабасын. Мына жақтан заказды 3-4 ай, жарты жыл істейсің. Ол заказ істеген уақытта қарызға батасың. Кейін заказды алып, қарыз жабасын. Ол қандай заказ? Заказдар енді бізде жаңағы Астанада жұмыс істегенде мемлекеттік заказ істейміз. Сурет саласыздар? Сурет. Нені сурет саласыз? Біз енді мынандай узкий профиль емес. Бізде енді бірнеше суретшіміз бар. Жаңа Астанада жұмыс істегенде әкемнің досы Мұрат Мансуров деген әйгілі мүсінші бар. Астанадағы енді бәрі емес, бір 80-90% пайыз мүсіндер сол кісінің. Мына соңғы жұмыстардың бірі Мәңгілік ел аркасы. Соған қатыстық. Және Жәнібек Керей, Мәншүк Маметова, Батырхан Шүкеновке мүсін қойған. Сол Мұрат ағамызбен ол кісі жаңа әкемді сыйлап, мені де тартып. Бексейіт ағамыз жатқан жеріне барған кезде, мына сөзді айттыңыз, Гүлмира Назарбаева бір жарысқа келді дедіңіз. Таеквондодан, сол кезде мен кітап сыйлаған кезде ұлы көш менде тұр деп айтты дедіңіз. Иә. Шыныңызды айтыңызшы, ол жарыста нағып жүр ол кісі? Ол кісі таеквондо емес еді ғой. Ол кісі жағдай былай, өз басым біз былай араласпаймыз ол кісімен. Білмейміз де. Мен сол күні бірінші рет көрдім ол кісіні жарыста. Біз Ильяс бауырымызбен осы көктемде 2 жарыс өткіздік. Біреуі балдар арасында, екінші халықаралық. Дубайдан келді, Араб Эмираты, Ресей, жақын мемлекеттер. Сол жерге
сол кісі келіп қалды, Гүлмира ханым. Сол жерде бірінші таныстық. Мен енді айттым. Бір жыл бұрын ба? Осы көктемде, осы биыл. Иә. Ол кіші тілде емес елде екен ғой. Сол уақытта келді, осында болды. Бірінші танысқаным, әрине айттым, әкем осылай суретші болған. Және осы бірінші президентімізбен таныс болған деп сол жағдайды бәрін айтып, кітапты сыйладым. Кітапты сыйлағанда, ашып атқанда жаңа ұлы көш көрініп қалады да, таңғалады. Айтып қояды. Иә. Ой, мына жұмыс біздің үйде деп. Біз бір моментта айтып қалады да. И мен сол секундта жаңа жүрегімнен орнына келеді ғой, жұмыс табылды деп. Енді қай уақытқа жоспарлап отырсыздар енді? Музейде тұру керек қой енді. Иә, қазір ініммен, жаңағы інім сол ұлымен араласады ғой. Сол арқылы. Мұстафа ма? Жоқ, мына Гүлмира ханымның ұлы, менің інім бар, Нұртаза деген. Сол екеуі солай болып қалды, екеуі сабаққа бір студент болып бір неде оқиды. Қазір енді жоспарда осы жақында ойым бар, жаңағы тезірек мұражайға берілсе деген. Мен сізге қазір бір сұрақ қойайын. Сіз жауап берсеңіз өз еркіңіз, жауап бермесеңіз өз еркіңіз, өзіңіз біліңіз. Бексейіт Түлкиев ағамызды өлтіруге тапсырыс берген адамның жалпы қалай ойлайсыз, бүгінгі таңда көз тірі ма ол кісі? Енді былай адам деген сезіктенеді ғой өзі. Біледі деген сияқты. Иә, жоқты жауап бересіңіз. Сезіктенесіздер ма жалпы? Мүмкін бар шығар ол кісі, иә. Мүмкін. Түрмеде отыр ма? Әлде бостандықта ма? Мен енді қазір нақты айта алмаймын, өйткені көп вариант бар. Жалпы енді қазір енді жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, қалай ойлайсыз? Енді аққа құдайда жақ, алдағы уақытта тергеу болуы мүмкін ба қайтадан басынан бастап? Осы қанды қолдар, жаңағы қанын қолға малған адамдар Бексейіт ағамызды 43 жасында жерге тірідей көмгендер табылып қала ма? Мен соған ниеттенемін. Бір уақыт келер, бірақ мен өз басым, өзіме уәде бердім. Сол кісілерді табам деп. Мүмкін осы жақын арада бір детальдар жаңағы. Енді оның бәрі не болса да сот шешеді, следствие болады. Бірақ сол іс ашылады. Демек, осы әділетті Қазақстанның бар екеніне сенем. Бұл іс міндетті түрде ашылады деп отырсыз ғой? Мен сенемін, иә, ашылуына. Енді қараңыз Нұрке, енді қалай айтсам, 90 жылдар, иә, қазірдің өзінде мысалы бір сондай жағдай болса, орысша айтқанда, пока резонансный дело болмағанша ол іс көтерілмейді. Солай ғой. Мысалы қазір өзіңіз барып айттыңыз, Шерзат інімнің, сондай ініміздің жағдай. Мүмкін егер мынандай резонанс болмаса, қазіргідей Инстаграм, ТикТок, Ютуб бәрінен жағдай ашылмаса, сол жерде шешіп кететін мүмкін жағдай болар еді. Тем более 90 жылдар. Ол кезде социальный сеть емес, ұялы телефон жоқ, камера жоқ көшелерде. Сондықтан мүмкін қанша жыл болды. Басында бір 2-4 ай тергеушілер, жаңа МВД, жаңа РУВД нелер бірдеңе істеді. Бірақ соңында сөйтіп жоқ қалдырды. Демек үстінде бір адам болды, істі жабасаңдар деп айту мүмкін дейсіз ғой? Ол да мүмкін, иә. Ол да мүмкін. Әйтпесе қазір тау ұрлаған адамдарды тауып жатыр ғой. Сол кезде де сондай болды ғой.
Иә. Білмеймін, мен енді айтып жатырмын ғой, біз 13 жаста болдым. Мен есейгенше жаңағы 18-20 жасқа сол кезде ғана жаңағы бір ашуға жұмыстар бастадым да. Енді ол кезде Бексит сияқты жігіттердің несін артынан іздеп, тауып, аларды қылмыстық топты ашу, мен ойлап отырмын, ол кезде билікке де тиімсіз болды деп ойлаймын. Бірақ билік тарапынан тапсырыс болды деп ойламаймын. Бұл енді таза бір кәдімгі ұйымдасқан қылмыстық топтың тірлігі ғой. Оны билік тарапынан біреу Бекситтің ерегісі, бір үлкен лауазымды қызметте отырып, сол Бекситтің ерегісіп, сонымен бақталасып болған ешкім болған жоқ. Себебі ол еш уақытта өзі былай өте мәдениетті, ұстамды, сабырлы, билікке қарсы сөз айту, бір жерде оппозицияда жүру, онда жоқ болады. Мысалы енді білесіз ғой, мысалы Заманбек Нұрқадиловтың ажалы, Алтынбек Сәрсенбаевтың ажалы белгілі олар енді. Таза оппозиционер олар енді жаңағыдай. Оларды қалай қастандық өлтірілген. Ол белгілі нәрсе. Олардікі енді саяси тапсырыс болды онда. Бұл онда жоқ, бұл саяси тұлға емес, таза шығармашылық тұлға, атақ суретші.